Баршаңызға қайырлы күн достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауыз ашарға осындай керемет, жұмсақ, ыстықтай желініп кететін пияз нанның рецептісімен бөлісетін болам. Видеоны соңына дейін қарап, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Толық рецепті описанияға жазып қалдырам. Ең алдымен жылы суымызға 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ашытқымыз салып араластырамыз. Оның үстіне жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, үстінен сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап араластырып, қолымызбен қамыр илетін боламыз. Бізде қамырымыз жұмсақ болып шығу керек. Описанияда жазылған рецептпен жасаңыздар. Қамырымызды жақсылап илеп, үстін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды тағы да бір рет қолымызбен илеп, иін қандырып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сонда біздің қамырымыз беті жылтырап, пияз нандарымыз әдемі шығатын болады. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Пияздарымызды жіңішке етіп турап, тағы да оны 2-3 бөлікке бөліп, майдалап турап алатын боламыз. Құрғақ ыдысымызға саламыз. Аскөктерімізді майдалап турап алатын боламыз. Өз қалауларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Пиязымыздың үстіне салып, дәміне қарай тұз, қара бұрышымызды қосамыз. Және де 1 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Осымен ішіне салатын салмамыз дайын. Тыңған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, илеп алатын боламыз. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен ұн себе отырып, барынша жұқа етіп жаямыз. Біздің қамырымыз жұқа болғандықтан, пияз нандарымыз да өте әдемі болып, керемет болып шығады. Енді қамырымызды бір тегіс етіп жайып, ертілген сары майымызды құйып, барлық жеріне бір тегіс етіп жағып алатын боламыз. Және де ішіне салатын пиязымызды барлық жеріне бір тегіс етіп салып шығамыз. Енді қамырымызды дәл ортасынан 2 бөлікке бөліп кесіп шығамыз. Және де қамырымызды осы видеода көрсетілгендей етіп, тығыздау етіп, орап шығамыз. Листіміздің үстіне пергамент қағаз төсеп, видеода көрсетілгендей етіп, пияз нандарымызды осылай орналастырып, қолымызбен қатты баспаңыздар, ақырындап қолымызбен жайып, үстінен жұмыртқаның сарысын сүртіп аламыз. Әдемілік үшін бетіне мен күнжіт қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызша. Енді қызып тұрған пеште 200 градуста және өз пештеріңіздің ыңғарына қарай пісіріп аламыз. Осымен біздің жұмсақ, әдемі, қытырлақ, қатпарлы пияз нандарымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнап жатса комментария қалдырып, подписаться етіп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Оразаларыңыз қабыл болсын.